Ақтөбедегі мектептердің бірінде оқушыны соққыға жыққан тәртіп сақшысы қызметінен қуылды. Онымен қоса баланы ұрып жатқанын көре тұра, араша түспеген мектеп директорының орынбасарында жұмыстан шығарып жіберген. Білім ошағындағы тәртіпке жауапты инспектордың кесірі басшыларына тиді. Елек ішкі істер бөліміндегі бастықтар қарамағындағы қызметкерлерінің бұзықтығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Айта кетелік, 2 апта бұрын инспектор гимназияның тәрбиесі жөніндегі орынбасарымен бірге тексеру жүргізген. Сол кезде бір оқушының сабаққа спорттық киіммен келген анықтайды. Оны бөлмесіне алып кетіп, соққыға жығады. Бұл оқиғадан кейін қаладағы барлық мектептің инспекторлары тексеруден өткен. Ал шу шыққан білім ошағының директорына сөгіс берілді. Екінші мектепте қызметтік тексеру өтті. Соның қорытындысы мектеп директорының орынбасары Лобанова директордың приказымен жұмыстан босатылды. Қалалық білім басқармасының бұйрығымен мектеп директоріне Данишевнаға сөгіс жарияланды.